Әйелдің ары қорғаны. Авторы Бекен Қайратұлы. Егемен Қазақстан газетінен. Оқыған Базаркүл Қалбар. Әйел көктен түскен жоқ. Ол еркектің баласы. Еркек жерден шыққан жоқ. Әйел оның анасы. Демекші, ер мен әйел жұп болып өмір сүруі табиғи заңдылық. Атақты жырау Майлықожа бабамыз: жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жаман әйел жігіттің тар қылады заманын, тайдырады табанын деген екен. Сол сияқты атам қазақ жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс деп бекер айтпаған. Әйелі ерін селап бағына білсе ғана ұрыс керіссіз бақытты отбасының келбеті қалыптасады. Бұрынғы бабаларымыз әйелді жары емес, ары қорғайды деген екен. Демек, әйелдің ары өзінің ғана емес, күллі әулеттің, тіпті ұлыстың қорғаны. Бұған мысал көп. Бірде атақты жиренше шешенің зайыбы Қарашашқа көзі түскен сол елдің ханы оның күйеуін алыс сапарға жіберіп, өзі нөкерлетіп, Қарашаштың отауына келеді. Ханның келетінен хабардар жиреншенің зайыбы тағам пісіріп, оны неше түрлі ыдысқа салып қояды. Арам оймен келген патша дастархандағы тағамның көптігін көріп, өзінің жалғыз емесін біліп, келген ізімен кері қайтқан екен. Жоғарыда атам қазақтың әйелді жары емес, ары қорғайды дегені осы болса керек. Сол сияқты Асан Қайғы бабамыздың ұлы Абат өзінің батырлығымен, жомарттығымен, кең пейілділігімен, мырзалығымен аты шыққан жігіт екен. Осы елде кім батыр, кім мырза, кім жомарт, кім кең пейіл деген сұраққа бәрі Абат деп жауап беретін көрінеді. Бір күні Алтын Орда ханы Әз Жәнібек ордасында отырып, Абатты сынабақ ниетпен нөкерлерін жібереді. Оның барлығы Абатқа барып, батырлығына, жомарттығына, кең пейілділігіне, мырзалығына тәнті болып оралады. Бұл тараптан Абатты сүріндіре алмаған патша нөкерлеріне оның әйелін жолдан тайдыруды тапсырады. Тапсырма алған жігіт Абаттың үйіне қонақ болып келеді. Келген адамның түпкі мақсатын сезген Абат оған қонағасын бергеннен кейін қонағынан рұқсат сұрап аңға шығып кетеді. Бір апта аңда болып қайта оралса, қонақ жігіт әлі кетпепті. Абат оған еш нәрсе айтпайды. Қонақ қайтып келіп ханға болған оқиғаны баяндайды. Қаншама әрекет жасаса да, Абаттың әйелін жолдан тайдыра алмағанын айтады. Осылай Абаттың өзін, одан қалды әйелін сыннан өткізген Жәнібек хан Абаттың өзін шақырады. Ол келген соң былай дейді: «Әй, Абат, мен сені қанша сынасам да сүрінбедің. Мырзалығыңа, жомарттығыңа, кең пейілділігіңе, батырлығыңа тәнті болдым. Ал әйеліңді қызғанбай, бөтен еркекпен қалдырып кеткеніңді түсіне алмадым. Оның сыры неде?» деп сұрапты. Сонда Абат: адам баласы жасаған ұрлығын адамнан жасырса да, Алладан жасыра алмайды. Иманы берік адам ешқашан жамандыққа бармайды. Өйткені ол Құдайдан қорқады. Имансыз болса, оны аңдығаннан пайда жоқ. Реті келгенде арамдықтан бас тартпайды. Біліңіз, хан ием, әйелді жары емес, ары қорғайды деген екен. Бұл мысалдар әйелдің ар-ұяты иманына байланысты екенін аңғартса керек. Қазіргі қазақ қоғамында болып жатқан оғаш оқиғалар баршылық. Соның бірі қазіргі қазақ әйелдерінің ар-ұяты қай деңгейде деген сұраққа келіп тіреледі. Жуықта бір мейрамханада арақ-шарап ішіп, шалқып отырған бір топ әйелдің жағдайына куә болдық. Таңданарлығы жасы бар, жасамысы бар, бәрі қызу, тіпті шылқамас деуге болады. Арты алқын-жұлқын биге ұласты. Сырт көзге ерсақ. Жоғарыда аталарымыздың әйелді жары емес, ары қорғайды дегеніне бір дүркін куә болғандай күй кештік. Сәбилердің зейіні және дене мүшелерінің кеміс болуы анасы арақ ішкендіктен, дейді Вашингтон университетінің докторы Анна Стрейгскуз. Ғалым анасы аз да болса арақ-шарап ішетін 700 сәбиге жүргізген зерттеу нәтижесінде арақ ана құрсағындағы баланың миына әсер етеді деген қорытындыға келген.
Ғалымның пайымдауынша, ішімдік ішпейтін әйелдерге қарағанда аз мөлшерде болса да арақ-шарап қолданатын әйелдерден туған сәбилердің 1,89% әлсіз күйде дүниеге келсе, 2,84% болашақта психикалық қиыншылықтарға ұшырайды екен. Ал 3,84% сәбидің басының көлемі тиісті мөлшерден кіші болса, 4,80%-ында сөйлеу мүшелерінде кемістік болатыны анықталған. Сондай-ақ 5,80%-ның тері қабаты зақымдалған болса, 6,51%-ның аяқ-қол саусақтары қисық болатын көрінеді. Одан кейін 7,46%-ның жыныс мүшелерінде кемістік болса, 8,41%-ның есту мүшелері осал, 9,29%-ы жүрек ауруына шалдыққан күйде туылады екен. Дәрігерлер ішімдікті қолдану салдарынан сәбидің бойында 850-ден аса түрлі ауру пайда болады деген пайым айтады. Құрметті оқырман, сіздерді автор пікірмен келіседі деп ойлаймын. Егер сіздерге осы оқыған әңгіме ұнап жатса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын,